Сәлем достар, сіздербе бірге Баду ТВ. Бүгін мен сіздерге мінсіз елдердің қараңғы тұстарын айтатын боламын. Ал кеттік ендеше. Көшімізді бастап тұрған Жапония. Елестетіп көрші, кеше ғана қасыңда жүрген адам бүгін жоқ. Телефоны өшірілген, құжаттары тасталған, ешкім ештеңе білмейді. Ол жай ғана жоғалып кеткен. Жапонияда мұндай адамдарды джохатсу дейді. Мағынасы буға айналып кеткен адам. Бірақ бұл шәй сөз емес. Жапонияда жыл сайын мыңдаған адам өз өмірінен қашып кетеді. Олар отбасын тастайды, жұмысын тастайды, тіпті аты жөнін де ұмытады. Неге адамдар осы жолға барады? Бірінші себеп қарыз және қаржылық күйзеліс. Адам қарызға батып, қайтаруға шамасы жетпегенде, ұяттан қысымнан қашу үшін жоқ болып кетеді. Жапонияда жыл сайын мыңдаған адам өз өмірінен қашып кетеді. Олар барлығын тастап, қайтадан басқа адам болып, басқа жерде жүреді. Ең қорқыныштысы, оларға көмектесетін арнайы адамдар бар. Олар түнде келіп, барлық заттарыңды жинап, сені ешкім таппайтын жерге апарып тастайды. Бұл қызметтің аты түнгі көшу деп аталады. Сол сәттен бастап сен енді жоқсың. Полиция сені іздемейді, ешкім сұрамайды. Сені тірі ме, әлде өлді ме белгісіз. Сен жай ғана өмірден өшіп кетесің. Кейбір адамдар жылдар бойы өз отбасымен байланысқа шықпайды. Ата-анасы баласын енді ешқашан көрмейді. Бұндай көп болған екен. Сен Инстаграмнан көріп жүрген сол әдемі бай өмірді елестет. Зәулім ғимараттар, қымбат көліктер, шексіз байлық. Бұл әрине Дубай. Бірақ ешкім саған көрсетпейтін екінші жағы бар. Бұл қалаға мыңдаған адам жақсы жұмыс, көп ақша, жаңа өмір үшін келеді. Бірақ кейбірі сол арманның ішінде қамалып қалады. Дубайлықтар шетелден жұмыс іздеп келген көптеген азаматтарды осындай жүйе, яғни құлдықта ұстап қалады. Бұл жүйені кафала систем деп атайды. Яғни сенің визаңды, өміріңді, паспортыңды барлығын жұмыс беруші алып қояды. Сені тегін жұмыс істеткізеді. Соның бірі мынау Андрей деген жігіт. Ол Дубайға көп ақша табу үшін жұмыс істеуге келеді. Ол компанияға барып, өзіне жұмыс сұрайды, оның визасын, паспорттарын тартып алып қояды. Маған бересің, жұмыстың ақысын беретін кезде саған беремін дейді. Сөйтіп алданып қалып, бұларды 14 сағатқа дейін жұмыс істеткізеді. Уәде етілген ақшаны ала алмайды, тар, ыстық бөлмелерде тұрады. Сол құлдықтан осы жігіт зорға дегенде қашып шығыпты. Сондықтан шетелге жұмысқа шыққан кезде өте абай болу қажет. Швейцария ең қауіпсіз елдердің бірі. Бірақ қызығы, көп үйлердің астында бункер бар. Бұл жай сәйкестік емес, бұл заң. 1960 жылдары, әсіресе Cold War кезінде әлем ядролық соғыстан қатты қорықты. Сол кезде Швейцария үкіметі шешім қабылдады. Әр адамға қорғаныс орны болуы керек. Егер сен үй салатын болсаң, бункер міндетті түрде қосуы керек. Немесе салмайтын болсаң, ортақ сондай бункерге ақша төлеу міндеттелген. Бұл бункер салудың ең басты мақсаты ядролық қауіптен қорғану, радиациядан қорғайды, жарылыстың толқынын азайтады, улы ауадан сақтайды. Бұл бункерлердің ішінде толық жабдықталған қалың темір есік, ауа сүзгі жүйесі, су және азық-түлік қоры, ұйықтайтын орны да бар. Кейбірі апталар бойы сыртқа шықпай өмір сүруге арналған. Швейцарияда бункерлердің саны халық санынан көп.